өте маған қызық болды. Енді мен де приколисткамын ғой. Сенің приколдарың өтті сөйтіп бүйтіп жүрек деген поцелуй қойып жіберейін деген. Сөйтіп комментке кірсем, о май гад, ана ерде комменттен негативтен аяқ алып жүре алмайсың ғой. О май гад, негізінде негатив оқимын деген ойымда да болмады. Просто мынандай жүрекпен поцелуй қойып жіберейін деп кірген ғой. Сөйтіп ана жерде 1040 адам негатив жазып жатыр. Өліп там. Ешқайсына жауап бермеген ғой. Ешқайсына жауап бермеген. И мен деген поцелуйменен мынандай жүрек деген поцелуй қойып жібердім. Сонымды көрсең көрген шығарсың. Сол кезде қойып жіберген. Сол кезде. Сенің ана қылықтарың. Сіз қанша болды уақыт TikTok ашқаныңызға? Биыл аштыңыз, е? Былтыр ма? Былтыр июнь айында кірдім мен. Бірақ мен батыл деген нәрсе ойнамағаным ғой, мен кірген кезде ойнамайтынмын. Мен осы қыстан бастап батыл ойнап жатырмын. Қыстан бастап. Қысқа дейін мен батыл ойнамайтынмын. Ой, мен вообще былтыр батыл. Мен де былтыр білмейдім батыл осы, мұны да үйрендім ғой. Мен TikTok не алсам да биыл үйреніп жатырмын енді. Да? Мен жаңа жылдан бастап батыл ойнауды үйрендім. Мен достарым ойна деген соң ойнадым. Атак мен жаңа жылға дейін менде тек қана эфирмен отырдым. Білесің ғой, менің радиом бар екен. Гүлнара. Менің радиом бар екен, білесің. Билеймін, тілек айтам. В общем, қуам ғой, білесің ғой. Енді қылмасам құмар болам ба? Достардың өзі құмар деп атылып. Аллаға шүкір. Сіз қай жылғысыз? Мен 45-темін. 45-темін жаңа. Жас көрінесіз ғой? 45-ке ұқсамайсыз. Мен деген ауыр жұмыс істеген ғой, сондықтан қатып қалғам. Кірпіш атқам 8 жыл. 8 жыл кірпіш атқам, қатып қалғам. Мышцаларым бар, қатып қалғам мен. Даже қолымның өзі тасып қалған еркектің қолы. Мені бірінші көргенде транс деп жүрттің бар. Транс сияқтымын мен. Еркек сияқты болып кеткен. Зато фигуран күшті сақтапсыз, фигураңыз. Рахмет. Май, жас болсақ та. Қойшы, әдемісің, өзіңді түсірмеші тұр. Көтерсе саматсың да. Сенің денең май болғанмен сен десе бөксең әдемі ғой, бөксең бар ғой сен. Ойбай, бөксе құрсын, сол бөкседен құтыламай жүрмін ғой. Ойбай, ол керек қой. Жұрттар сол бөксеге жете алмайды, кашать етіп. Сен де кашать етпей-ақ бөксе деген қылатай. Бөксең бар, әдемісің, дөп-дөңгелек әдемісің. Соска, сочный, как точный красавицасың ғой негізінде. Мен негізі адамдардың самыл толық болған жақсы көрем. О, рахмет. Ой, үлгермей қалдым. Тура жіберген кезде. Сәл қалдым ғой, нейлі ойын ғой. Ничего, тағы да ойнаймыз. Давай, жіберіңіз. Жіберіңіз ба? Жоқ, сен жіберсің. Мен жіберсем көрінбей қалады ма? Жіберейін ба? Жоқ, мен жібере берейін, пока. Ол жібер қойдым. Вау, басамай қалдым, кетті саған. Мақ кетті. Ал қабыл. Ал достар, қаясын сәл үлгермей қалдым. Үлгердім, бірақ сәл жетпей қалдым, давай. Басқа подписчиктер қолдамаймын, немене? Давай. Давай, шауып отырыңдар. Гүлнарамен ешкім жарыспай-ақ қойсын, қара қатын қолтық шаш деген атпенен бүкіл тиктоктың мойындатқан адам ғой. Адин бойын бұлар. Бұлармен таласпай-ақ қойсын ешкім. Мурамен таласпай-ақ қойсын. Еркектен Мура, әйелдерден осы қара қатын қолтық шаш деген атпен осы Гүлнара қыз шыққан. Таласпай-ақ қойсын ешкім бұлармен. Бұлар адин бойындар ғой, адин бойындар. Ескіріп кеткен. Ана күштіні мықтыларды мықты деп мойындаған адамның өзі бір ерлік екен. Мен Гүлнараның мықты екенін білем, мойындаймын Гүлнараның мықты екенін. Тұмар болсам да мойындаймын. Рахмет. Айтыр, сыйлап атқаныңызға рахмет. Мен мойындаймын, Гүлнараның мықты екенін мойындаймын. Өте мықты әйел. Искалила, адуши, рахмет. Жағымпазданып, сендерше
жағымпаздан басқа не білесіңдер өмірде? Не білесіңдер? Сендер өздеріңнен басқаны көрмейсіңдер. Ал мен өзімнен басқаны көре аламын. Мураның өмірі 1, Қарағатын қолтық шаш 2, Дана 3, Дананың өзі 3-ші орын алады. Одан кейін Данадан кейін Тұмар шықты, одан кейін бар Гугуша шықты. Гугуша 5-ші орын алды. Тұмар 4-ші орында. Әркім өз орнын білу керек. Мойындатып отырмыз ба? Мойындатып отырмыз. Бірақ қазір хит болып жатқан Гугуша екеуміз ғой. Қазір TikTokқа хит болып жатқан. Біз қалдық модадан уже. Қойса модадан қалдық емес. Бәрі айтады. Сендер модадан қалдыңдар, қазір Тұмар мен Гугуша мынандай топ болып жатыр, сен қалдың болды, қызық емессің елге дейді. Бұлай ғой, айтайын ба? Сен кезінде хит болдың да, Гүлнара, қазірде де хитсің ғой, ешкім сені ұмытқан жоқ. Кәдімгідей барлық атым маған келеді де айтады, фанаттарым, Қарағатын қолтық шашпен шық дейді. Сен ұмытылсаң айтпайтын еді ғой. Ұмытылмайсың, уайымдама. Мысалы, қазір біз Гугуша екеуміз шайқап тұрсақ, ертең бізден де басқалар шығады. Біз мәңгі бақи шайқамаймыз. Біз оны білуіміз керек. Ештеңке вешлый емес. Серьезно айтайын, мен сендерге адами тұрғыдан өзімнің орнымды айта аламын. Қазір Тұмар мен Гугуша шайқап тұрма, ертең бізден де зорлар шығады. Серьезно айтайын. Бәрі өзінің уақытымен, ешкім вечно ешкім тұрып қалмайды. Мысалы, Қарағатын қолтық шаш кезінде қандай хит болды? Тұмар қандай, Дана қандай хит болды? Дана да кезінде қандай хит болды? Қарағатын қолтық шашта дәл сондай тема хит болды. Қазір Тұмар мен Гугуша хит болып жатса, ертең басқалар шығады. Бірақ басқалар шыққанда, ол кезде сендер де бізге келіп айтатын шығарсыңдар, сендер ұмытылдыңдар деп. Үйтіп айтуға болмайды, әр адамның өзінің дәуірі болады. Қарағатын легенда ғой. Легенда. Өз басым легенда деп айтам. Мура легенда. Вот. Баяғыдай қоймайтын болып жұмар ғой. Бізден де зорлар шығады. Біз оны білуіміз керек. Біз оны мойындай білуіміз керек. Ертең бізден де зорлар шығады. Түсіндіңдер ме? Әр нәрсенің өзінің дәуірі бар. Сондықтан бұл TikTok'та маған айтады, Тұмар, сен ешкімді анамен мені ләжі болса ұрыстырғысы келеді, мен ұрыспаймын ғой, мен бәрімен подругам. Вот енді Қарағатын қолтық шаш тауып алдым, енді бұл қызбен де подругамын мен. Гугушамен подругамын, Данамен подругамын, бәрімен подругамын. Ең үлкен мен екем негізінде ше, ең үлкен мен екем. Ең үлкен Тұмар, Тұмардан кейін Гугуша, Гугушадан кейін Дана, Данадан кейін бар Мура ма или сен ба? Мен, Мура бізден үлкен ғой, 87 ғой. Мура, сосын барып Қарағатын. Вот. Ең кішкентай екесің ғой сен? Ең кішкентай екесің. Жоқ, Дананың менен айық шекен. Ол енді 34-ке толады екен, мен толып қойдым өткен. Да, сен толып қойдың ба? Онда сен Данадан үлкенсің, сенен кейін после Дана. Бірақ 88 біз екеумізде, құрдаспыз. Иә. Сондықтан, достар, мен сіздерге айтайын, легенданы легенда деп мойындаңдар. Ертең бізден де басқалар шыққан кезде сендер де бізді легенда деп айтасыңдар. Қазір мен айтып отырмын ғой. Жеңіліп қалдық қой. Гүлнара, жеңіп кеттің ғой. Тұмардың жеңдің ғой сен. Кеттік, поехали. Давай, жіберіңіз. Кеттік. Жібересіз ба? Мен жіберейін ба? Конечно. Мен жібере берейін, сен көрінбейді дедің ғой. Иә, менгі көрінбейді. Достар, сондықтан мен сіздерге айтайын да, как всегда айтам. Жақсыны қай кезде де жақсы деп мойындау керек. Жеңімпазды қай кезде де жеңімпаз деп мойындау керек. Мойындай білу керек, достар. Мойындамаймыз, ойбай деген болмайды. Өзіңнен мықтыны обязательно көре білсең, сен өсе білесің. Сондықтан өсем десең, жүрегіңді кеңге сал. О май гад. Давай, шамдар. Бәрнесі уақытында кезінде 2019-да шайқап жүрдік. Ай деп қайып қуып, қазір басылып қаптық бар ғой, тем более ораза ауызбектен де вообще басылып қалдым бар ғой.
Қанатамен кіргім келіп жатыр, енді Қанатаны хочу көргім келіп жатыр, Қанатаны. Қанатамен кірген жоқсың. Қанатамен кірген жоқпын сол. Қанатамен сенімен кірмедім ғой, енді сенімен кіріп отырмын, енді бұдан кейін Қанатамен кірсем дейді. Иә. Қанатамен кіріп енді арман ғой енді. Менің фанаттарымның арманы ғой. Кірші, вот өзім де көргім келеді. Енді Аллаға шүкір етем, бүгінгі эфирге сенімен танысып жатқаныма, Гүлнара, аман бол, денің сау болсын. Өсіп отқан ұлыңның қызығын көріп, мен тұбақ қабылдамай жатырмын. Гүлнара, жалғыз ұлыңның қадіріне жетіп, бағып, бақытын көріп, ортасында шауып жүре бер. Тема өзін сияқты келін түсіп, өмірдің қадірін көре бер. Өзіңіздің бала шағаңыз бар ма? 4 балам бар менің, 4 балам бар. Қандай бақыттанасыз, сізде бала шағаңыздың қызығын көріңіз. Ойнап күліп жүре беріңіздер. Гүлнара мане ема деп жатыр ғой. Сенің атыңды білмейді екен ғой. Конечно, Гүлнара деген әдемі есімі бар екен. Тұмар топ дейді. Жандарым рахмет. Гүлнараны енді біліп жатыр. Тұмарға келіп Гүлнара екеніңді біліп жатыр достар. О май гад. Бәрі қарағатын дейді. Өзінің аты бар ғой, азан шақыру қойылған. Айтпақшы, сіздің атыңыз кім, Жене ма? Менің Жеңісгүл. Бірақ өзім Жеңісгүл деген ат ескі болып көрінеді да маған. Өзім гламурный қатынмын ғой. Сондықтан Кукла Женя қойып алам. Кукла десе кукласыз ғой, шын. Давай. Рахмет. Сонда 9 майда туылғансыздар Жеңісгүл. Жо. Мен негізінде шешем спорласып 7 ноябрьде туған. Мамам спордан жеңіп, анам спордан жеңгеннен кейін жеңді ғой. Оразгүл жеңді, қызының атын Жеңісгүл қояқ деп Жеңісгүл қойған менің атымда. 1977 7 ноябрь күні кешкі сағат 7-де өмірге келгем. 4 кетін арқалап жүрмін. Арқаладанмын. Вау деп шауып кетемін. Атымның басын жіберіп, ауыздығын сыпырып, тоқымын теуіп, қамшымен сәл отырам. Осылай Атпатский шауып отырам. Сосын ғой Тұмар деп отқаны. Шамала. Деп кететін әдет бар. Болды. Гүлнараға қойайшы, осы сұрақты Гүлнараға қойғым келіп жатыр. Гүлнара, өмірге деген талпынысты қайдан аласың? Мына жақта менің фанатымның сұрағына жауап берші. Өмірге деген талпынысты қайдан аласың? Айтшы. Гүлнара. Қайдан алған несі кәдімгідей? Ауадан алам, ауадан десе. Ауадан. Жеңілмеу керек қой бұл өмірде, қандай қиындық келсе де мойымау керек. Тек қана алға болды. Сынақ қой, любой қиындық өтеді, кетеді. Ешқашанда неғылмай, әрқашанда көңілді жүру керек қой. Ешқашанда артыңа қарама, алға қарай шаба бер. О май гад деген дерзко Тұмар бола бер. Одан шыққан ғой содан. Енді ауадан ола берсеңдерші, деп ауаны жұтып алдыңдар да алға қарай ұра бер. Не айтамыз басқа? Біз де сендер сияқты адамбыз ғой. Бірақ біз деген анау мұның негативке қарамаймыз да, айырмашылығымыз. Иә. Кейбіреулер негатив көтере алмайды, мен үйреніп қалғам. Мысалы басында сәл не қылатын қазір. Оқымаймын да. Вообще сырға топ дейді. Рахмет, Олжас би. Рахмет. Личка қалай ашам? Әбден қызық болды ау. Бірімізді жеңсек, біріміз жеңіліп жатыр. Давай, тағы бір подход жасап. Тек лайкпен жеңіп отыр, Құдай самасын. Иә, тек лайкпен ғой. Лайкпен ұрып отыр. Енді, Гүлнара, енді сен өзің кіріп тұрсай, аха, мен саған кіріп тұрайын. Шақырсаң барам.
бір-бірімізге Күнде қонақ кіріп болып тұрайық, тұрайық. иә. Әрине. Тараздың қай жеріндесің? Тараздың қай жеріндесің? Мен Таразда любой жерінде жүре берем, квартира тұрамын, көшіп қонып ай сайын. Айтпақшы, бөлек шығып кеттің ба? Квартира іздеп жүрмін деген видеоларын көріп қалдым. Иә, алдында квартира тұрғанмын, басқа квартира тұрдым. Немене ол бір тұрғылықты жер жоқ? Гүлнара. Бір тұрғылықты Квартира қарағатын сілеп қабылдамай жатыр мені. Сен тикток түсіресің керек емес. Ертең бұдырып, мен де квартира іздейтін болса, мені де қабылдамай ит қылады десе. Квартира тұрасыз ба не? Жо, мен өзім үйімде тұрамын ғой. Байыммен бұдырып ұрысып қалсам деймін да. Байыммен бұдырып ұрысып қалсам, бір жерге бөлек шығып кетсем, тентек қылады десе. Сіз енді мен сияқты бүйтіп қуып видео түсірген жоқсыз ғой. Мен ана бүйтіп норман, ана мынау деген түсіргеннен Астарлаққа барғам, соны көргенде қашат бәрі. Ойбай, ертең бәле болады басымызға. Бұдырып па дейді. Иә, бұдырып. Бұдырып. Иә. Жаман айтпай жақсы жоқ дейді ғой, тұмар деген. О, алдында 10 жыл өмірін ойлайтын қатын ғой. Сондықтан мен де ойланып отырмын. Гүлнараның айтқанын. Давай, достар. Гламурная қатын. Ертең айтам, тілекті ертең айтам. Гүлнара, өзің немен айналысып жатсың басқа? Үйдесің ба? Мен сол қазір пока үйдемін, декреттемін. Ана балам 3-ке толады, жақында жұмысқа шығамын. Пока орным тұр ғой әлі. Не жұмыс? Больницада істеймін. Роддомда. Акушермін, бала туылды. Қойсың, серьезно? Серьезно болғанда да бала туады ғой сол жерде, жаңа техничкамын ғой не, бала туғанда ойшым жүресің қасын. Роддомда. Ой, ауыр ғой жұмыс, ауыр жұмыс. Өте ауыр. Өте ауыр жұмыс. Сол ғой, ауыр жұмыс. Соны елдер жылыма тие береді да, подписчиктер, сен жұмыс істемейсің, арамдамақсың, анамын, мен істегем, сен істей алмайсың деймін. Не көрмедік бәрін істедік. Мұсырда тердік, енді осы ең жақсы жұмыс деп осы жұмыста тұрып жатыр. Ол жұмысқа да қайда алмай қоймаса, білмеймін. Қарағатын ісіне алмай қоймаса болды жұмысқа. Гүлнара, мен саған бір нәрсе айтайын ба? Тиктокты жаратын. Айтыңыз. Сенің биге да онша икемің келмейді ғой, дұрыс па? Дұрыс па? Сенің биге, тыңдаш, мен саған айтайын. Сенің биге икемің келмейді да? Сенің биге икемің келмейді. Мен оны жақсы білемін. Мен билеймін, содан кейін жақсы білемін. Сенің сол биге икемің келмегенің өтеді ғой негізі. Өтеді. Неге сен билеп табыс таппасың? Ақыры балаң кішкентай ғой. Каспий нөмірің бар ма? Банға кетіп қалмаған ба? Каспий нормально орында ғой. Құттықтау істеймін ғой Каспий арқылы. Каспий нөміріңді жаз. Сөйтті аны ертеңнен бастап 500 теңгеде ағаны ұрсайын дейді. Сенің қимылдарың өтеді маған ше. Просто сен неге Гүлнара не басылып қалдың сен? Басылмассың. Давай, мен саған тұмар ретінде поддержку бергім келіп отыр. Мен сенің көргенімді айтып отырмын. Сен адамға сен не прикол? Мына мысалы мен де профессиональный биші емеспін ғой. Бірақ Гүлнараның қимылы маған өте ше. Биге икемі жоқ. Вот биге икемі болмаған сайын сен де сен классный мен сонымен талмал болдым ғой. Келтіре мағаннан кейін. Иә. Сен ана орманның ішінде дегендерің бар ғой. Оның өз алдына видео ғой, Бірақ давай сен ертеңнен бастап биге музыканы қой конкретно. Мен мынандай колонка сатып алғам, саған көрсетейін Гүлнара. Мына.
20 мыңның алынса 15 мыңға алдым. Осы мен видеомда музыканы жарат дауысы. Конкретно музыканы жаратса болды ғой. Ой, сіз енді өз үйіңіз қанша музыка қоямын десеңіз өзіңізге еркін. Ал бізде мен мынандай қызыл кішкентай не сатып алғам. Өткенде соған билеймін деп көршілерім айқайлап музыка қоймаңдар қуып жіберемін деп, содан кейін музыка қоя алмай қалдық қой біз. Неге Гугушаның өзі де этаж домда тұрады ғой, оның да көршілері бар. Бақыртып қойып секіріп жатыр. Неге сен бір жайсыңды орны болмайсың? Гугушан өз үйі ғой, ал мен квартира тұрғаннан кейін жалып айтады, любой жерде хозяинға айтса қуып жібереді. А Гугушан ешкім қуамайды, өзінің үйі ол. Мен өз үйім болса қоя беретінмін. Бізде анау Таразда сондай ғой. Кешкі сағат 8-ден шуласаң милиция шақырам деп өткенде звондап отыр маған. Гүлнара, мен саған айтайын ба? Сен бір шет жер үйден времянка тапсай, өзіңмен өзің тұратын. Зачем сен домға барып тығыла бересің? Секірсең айқайлайды, айқайласаң айқайлайды. Шамалы осырып қойсаң да, ойбай осырып қойдың дейді. Неғыласың саған ондай проблема? Зачем? Зачем тебе ондай проблема? Сен жер үйденше времянка іздеді, конкретно тұрса сода. От души музыкаңды қой, биле. Ой, жер тамдар не ғой, ішінде душ жоқ. Бірге тұрмайсыздар ма? Бірге тұратын болсам ше, именно бар ғой, я? Гүлнара деген пысық қыз ғой, пысық қой, пысық ше. Ана мәнтісін айтсай бүгіп атқан. Күнде тұмарға мәнтіс деп беретін еді. Гүлнара айтшы, серьезно ма? Күнде мәнтіс деп беретін еді. Айтсаңыз болды ғой, істеп береміз. Bir kaos aşı gerek. Вот. Bilmeyeyim bayım tasar keteyim ba. Bir oyun bayım tasar keteyim. Bir kaos aşı, bir şetine özüm, bir şetine Gülnara, bir şetine Guguşa, bir şetine Danan alıp тұрайын ба? Души көрпеуіміз қуамыз. Маш жібер қойсаң. Әлі жібермейміз. Kaos aşırı, төртеуміз төрт жағынан жарамыз ба? Самбоны ұмытпаңыз дейді. Самбо ол төртеуміздің ішімізге кіретін болса, жүн сияқты түп жібереміз ғой біз оны. Не аласыңдар біздің ортамызға бір еркекті қосып? Не надо? Соны айтамын да, арпа ішінде бір бидай бол. Төртеуміз жарып, күнде ұрысып ба? Ұрыстарымызды салып. Төбелесіп, сен тазаламадың деп, ой-бай, қырғын контент болатын еді ғой. Ой-бай, Бақтияр келді, Бақтияр. Бақтияр танисың ба? Бақтияр, неге сен осы Гүлнарамен танысып алмайсың, Бақтияр? Один гой, Бақтияр деген танысып. Бақтиярмен неге танысып алмайсың? Гүлнара, оның да басын көрсін. Сенің де басын көрсін. Сот болып істейді ол жігіт. Бақтияр өтсе қара қатынға мен де сый бар. Осылай өтсей. Мен дересің. Ой, әңмен жібереді ол, биді де билейді, өліп қаласың. Онымен білсең, жоқ батынға білсең, ішін түспайды деймін да. Айна елдің алдында нандай қит болған адамды кім алып, кім сөйлеседі? Қатырыз. Әшін адамдардың сөйлеседі. Самат сен көтірсің, Гүлнара. Сенің жаныңа мені қосу керек сияқты ғой. Бақтияр, давай, Гүлнараға қарай өтші, менмін деп айтшы, Бақтияр саған тіркелсін. Екеуің эфирге шығып отасыңдар, серьезно, екеуің подходите конкретно, действительно. Тикток түсіре ма не? Тикток түсіреді, билейді ол, заң болып істейді ол, заңгер ғой. Красавчик жігіт ол, просто бойдақ болған соң айтып жатыр. Хайпста десің. Мура кезде, жоқ, қарасай, Мура төртеуіңді төрт жақақты шашады ғой дейді. Бекерге постарайтыз, бекерге. Мураны жіптіктей қылып аламыз. Төрт қатын төрт жағынан айналғанда, ол деген кәдім жіптіктей арыстан болады ғой. Арыстан мысыққа айналып кетеді ғой. Бүйте мысық болып қалады ол кезде.
Заң болғанда заңгерді бітірген ол адвокат болып жұмыс істейді, ол жаспейді. Ол адвокат болып жұмыс істейді. Қазір маған адвокат керек болып жүр. Гүлнара саған барып қой, мен тіркелдім, маған тіркелді ма дейді. Саған барып кепті ғой қазір. Бақтияр деген. Қазір. Ашки киіп алған жігіт, ашки киіп алған. Маған тіркелмеген. Маған тіркелмеген, бірақ жазды. Жазды ма? Вот, саған тіркеліпті ғой, тіркелдім деп отыр ғой. Көрші, тіркеліп па? Подписаться. Тіркелмеген? Бақтияр, тіркелмепсің ғой, қуасыңна. Енді қыз бала келіп саған тіркелмейді ғой. Тіркелсейші өтсей. Батыл ойнайсың, қызық болады. Өтсе, мынауын келдік қоған ма? Лайк басыңдар, құттаулысыңдар, бәрі менің аузыма қарап. Тіркелді, мен де тіркелдім. Тіркелсе болсай, қайқа кетіп қалынан газ шығап. Тіркелді, мен де тіркелдім. Тіркелдің ба? Тіркелді ма? Тіркелді, мен де тіркелдім. Вот, ғашықтар бір-біріне асықтар. Бір-біріңді шақырып, батылды жоска ойнаңдар. Бір-біріңнің көңілдеріңді табыңдар. Алла амандық берсе, бір отбасы құрып алыңдар. О май гад. Тойда бірді тамада сөйдіне өлтіресің. Бас. Тойма, тамада апшақырамыз. Давай. Сындыруды ойласай, сен күле бермей. Қызды сындыруды ойласай, сен маған күле бермей, мен қайта қосып отырым, қуан сен. Анау мынау емес, легендаға қосып отырым, айналайын. Ойбай, мен сындыру екінің қолынан келе бермейді. Давай. Тұмар өзіңіздің королевский сөздеріңізді айтыңызшы дейді. Бүгін Гүлнара Самасенкам топ дейді ғой. Бақтиярдың бет алысын байқап көрем, шабысына қарай көрем деп жатыр. Бақтияр, мойындат қызды. Өзіңді терсқа көрсетіп мойындатпасай. Тиктоктың алғашқы звездасы ғой бұл кісі дейді. Саған жазып жатыр. Алғашқы звездасы ғой дейді. Мойындап жатыр. Маған жазып жатыр, мен жазбадым. Маған айтып жатыр. Алғашқы звездасы ғой тиктоктың. Вот, легенда деп айтсаңдаршы, легенда. Это екі легенда бар ғой өмірде. Біреуі Мура, біреуі Қарағат. Легенда бар. Әкене аға. Кеттік, тағы бір реванс ойнайық. Поехали. Қолдап отырыңдар. Ойна жүрек давай, достар, соңғысы. Сосын ұйықтаймыз. Ең соңғы. Соңғысы, ертең сосын тағы ойнаймыз. Тіркеліңдер. Ертерек ойнасаң қызық болады. Сағат 7-8-де ойнасаң. Енді көбісі ұқтаған ғой, үштен төрт. Ойла, қатырады уже жаным деп өткен ба? Ойбай, елдер сөйлеспей жатып, қалай жаным деп айтады, манты бар ма дейді. Сен келсең істеп берем ғой. Уже өтіп жатыр ма саған қарай? Уже жаным дейді ғой, қызығы елдер. Таныспай жатып. Вот, қайта реальный жігіттер олар, таныспай жатып айтатын, жаным деп. Конкретно тақап көрсей, 1001 розаңмен келді. Ақыры жаным дейсің бе де? Құры сөзге мен не қылмаймын? Іспен дәлелді. Жігітсің ба? Жақсы көрсең іспен дәлелді. Құры сөзбен мен де кішкене балам едім, мектеп оқушысым едім. Жаным дегенге сынып қалатын. Гүлнара, бұлай айтса, Гүлнара, ақыры жаным дейсің ба? Жігітсің ғой, сөзіңде тұр. 1001 розаңмен кел, 1001 розаңның қасына 2 метр қонжығың, бір сумка косметикаңмен бірге келді сей. Мереке духиыңды қосалып келді. Тура сөйтіп айтсай. Қайдан қазір өйтіп келеді жоқ айналайын. Қазір жігіттер бір мороженое әперемейді. Білем ғой. Және бізге де тауып берсе, жігіт бойдақпыз ғой дейді. Ойбай, қайдан білейін. Қалаулым бұғыт па, не бұғыт? Қалаулым бұғыт. Тұмар қалаулым қылады ғой.
Ой, Мурага әлем теңделмейді дейді. Дұрыс қой енді Мураны один звезда, екінші қарақатын звезда, легенда, екі легенда деп айтып жатыр. Біз атын шыққан адамдармыз ғой достар. Жақсыны жақсы деп мойындай білу керек. Мықтыларды мықты деп мойындай білу керек, достар. Мықтыны мықты деп қай кезде де мойындай білу керек. Егер де сен мықтыларды мойындамасаң, онда сенің әлсіз болғаның. Мықтыларды мықты деп мойындаңыздар. Бірінші Мура шықты, ол өз алдына легенда. Қарақатын әйелдерден шықты. Бұл да өз алдына легенда. Бұл екі легенданы ешкім айналайын жеңе алмайды. Олар жеңілсе де легенда күйінде қалады. Түсіндіңдер ма? Сондықтан мықтыларды как всегда мықты деп мойындаған дұрыс негіз. Қайырлы түн жаным дейді. Давай қайырлы түн. Ұйықта. Жақсылық. Дайында розаңды әкелуге. О, молодец. Ашылайын деді ғой Гүлнар. Мен бар ғой мынандай адаммын да. Өзімен өзім жалғыз жүрсем төмендеп кетемін да. Қасына бір қолдаушым демеп тұратын, андай сөйлеп отыратын, әңгімеге тартып, не қуып отыратын мысалы. Әңгімеге тартса мен көтеріліп кетемін да. Ал өз-өзімен қалсам өз-өзімен қаламын. Басылып кетемін. Дұрыс қой енді сенің Гүлнара сенің ішінде қайғы мұңың бар ғой. Одан кейін сен мұңға салынып жылай бермеш Гүлнара. Жүрегіңді табасың. Ничего, потерпи. Кеп жатыр ғой жайлап. Қасында тұмар бар ғой енді тұмар. Гүлнара, сенің сөйлемесіңе қоймайды. Тұмар деген қатын бар ғой, страшный қатын ғой. Сөйлемеш Бақтияр айтады, мүлдем басылып кетіпсің дейді маған. Мен айттым, сен қасыма келсең көтерілем қайттан, баяғыдай. Баяғы қарақатын қолтық шаш болам десең. Ой, нормально ол. Бақтияр, амандасып, конкретно общение стоя. Екеуің мощный батыл жүргізесіңдер. Екеуің сөздерін жанасып деген ниетпен қосып жатырмын. Бақтияр, екеуің мощный батыл жүргізесіңдер. Серьезно, 100%, я знаю уже. Тұмар сөйлей. Жандан рахмет, рахмет. Братишка болып жүрмесін, қайшылға. Братишка ол, братишка не алады? 1 жас, 5 жас, 5 жас. Ары кетсе 5 жас шығар енді. Құрдас екеміз ғой 89, мен 88. Давай. 89 дей ма? 1 жас құрдас дейді. Бел құрдас дей ма, не еді? 5 жас бел құрдас дейді. Модератор берем, подарка беріп қолдасыңдар. Ертең кіреміз кеше. Кешке ертерек кіреміз Женямен. Тұмармен ертең адушы отырамыз тағы. Иә. Гугуша шақырып жатыр дейді. Қазір Гугушаға барам, Гугушаны шақырам. Жарайды, қайырлы түн онда жақсы жай тұрыңыздар, ертең кіреміз. Гүлнара, өзіңнің легенда екеніңді бүкіл адам мойындайды. Еңсеңді түсірме, алға қарай шаба бер, қанатыңды қаға бер. Гүлнара Қолтықшаш деген атыңменен TikTok жара бер. Гүлнара, музыканы қойда биді жіберсең, сенің ана биің екеуің биге келмейді, бірақ тема өтеді же. Жұрттың бәрі сенің эфиріңде отыр. Солай ол ертеңнен бастап шабам. Иә, шапсай. Поддержка беріп атсыздар, тем беріп атсыз. Беріп атым ғой. Гүлнара, мен сағанда, как мен сенің енді мен 45-ке келгенмін ғой. Менің кәдімгі тиктокерша апаң ретінде саған айтып жатырмын. Сен легендасың ғой, давай, поехали, алға қарай шаба бер. Ана нөміріңді жас қой да, жас қой. Би 500 теңгеден де бидің басын айырып жібере берсе болды ғой. Болды ғой жаным, қанатыңды қақсай. Все, на квартира тауып орналасылайын, көрсетем, эфирді де айырам, қайыпты да көрсетем. Жаным, давай. Қараған шатқайдан оралады аға. Жаным, красавица кіріп тұр, давай жаным. Жақсы көрем. Жақсы, рахмет, аман болыңыз аға, давай. Пока-пока.